Үнем айтып жүреміз. Әділетті шешіміз деген адамдардың журналистерге келіп шағымдануы, құқық қорғау органдары мен соттың қандай екенін көрсететін бір өлшем. Бұл жолы автобус қағып кетіп, сал болып қалған, тілден де айырылған Сәуле Рахымбердиеваның тағдыры туралы тілшіміз Айбек Қосан зерттеп көрді. Әдеттегідей, жүргізушінің қалай қоғамдық көлік айдау құқығына ие болғанынан бастап, тергеушілерге дейін сауал көп. 2016 жылдың 10 желтоқсаны Сәуле Рахимбердиеваның өмірін екіге бөлді. Соған дейін алаңсыз күн кешіп, қызының қызығын көріп жүрген әйелді қоғамдық көлікті заңсыз жүргізген қырғыз елінің азаматы қағады. Салдарынан ол бір айдан астам ес-түссіз жатып, ақыры бірінші топтағы мүгедек атанды. Сәулені қазір ауруханадан шығарған, бірақ апаттан кейін жарты жыл өтсе де жағдайы жақсарған жоқ. Қазіргі жағдай ауыр деп саналады. Вегетативный статус тетрасиндромы. Қазір ол өзі тамақ жей алмайды, өзі қимылдай алмайды, өзіне ешқандай обслуживать ете алмайды өз-өзін. Мысалы, қолдар қимылдамайды, аяқтар қимылдамайды, тамақтың бәрін зондпен береміз. Кіші дәрет, үлкен дәрет тек қана зондпен, катетермен алынады. Науқастың туысқандарына түсіндірген едік. Олар өздері де түсінгесін, Минздравқа оларды басқа мекемелерге барып, соны көмек іздеген. Қазақстанда, біздің республикада ешқандай реабилитациялық центр ондай науқастарға жоқ. Олармен ешкім айналыспайды. Зардап шегуші тарап болса, қырғыз елінің азаматы қалайша рақымшылыққа ілініп кетті деп түсіне алар емес. Алғашында қол ұшын созғанмен темір торға тоғытылмайтынын білген соң, үштігейлі жоғалған. Қазір тіпті телефонын көтермей қашып жүр. Ал жұбайының ертеңі не боларын білмейтін Сейсенбай Шаяхметов әділдік іздеп әлек. Самое главное, чтобы ең бастысы емделуге қаржылай көмек көрсетсе болды. Бізге кінәліні түрмеге жапқанның қажеті жоқ. Бірнеше миллиондық қазір әкел деп те сұрап отырған жоқпыз. Дәрігерлер әйелінің беті бері қарау үшін 1 жылдан 5 жылға дейін уақыт кетеді. Осы мерзім аралығында емдету үшін ақша керек қой. Моральдық залал мен материалдық шығынды өтесе болды. Бірақ кінәлі азаматтың жоғалып кеткеніне 2 ай болды. Телефонын көтермейді. Тергеу амалдары сотқа дейін аяқталғаны жайында ақпаратты Сәуле Рахимбердиеваның қызы да наразылықпен қабылдаған. Аялдамада тұрған адамдарды қағып, мүгедек қылғанды қалайша босатып жіберуге болады дейді. Мне сказали, извини. Маған сен ренжіме деп айтты. Сенің анаңа дейінде осындай жағдай болған. Ол кезде тіпті адам көз жұмған. Ол абайсызда адам өлтіру деп аталады. Тіпті оның өзіне рақымшылық жасап жатыр. Сондықтан сендердің жағдайларың бірінші рет болып отырған жоқ деді тергеуші. Қолымен істегенді мойнымен көтеруден жалтарған Сапарбек Қапарұлы Астанадағы нөмір 3 автопаркте қызмет еткен. Мекемеге барып мән-жайды білдік. Белгілі болғандай Қырғыз Республикасының азаматы қоғамдық көлікті заңсыз жүргізген. Мекеме басшысы оның жазадан құтылғаны дұрыс емес екенін мойындайды. Алайда ол Қапарұлыны жұмысқа алмағанда бұл қайғылы оқиға болмайтын еді ғой. Неге алдыңыз десек? Бізге оларды жұмысқа қабылдауға біздің управление транспорта рұқсат берген. Рұқсаты бар, жүргізуге? Но қағаз бойынша жоқ. Ауызбен айтқан сондай жүргізушілер жетпей атқасын мүмкіндік бар деп оларды алуға. Ал оны неге заңнамалық негізде қағазша бекітпедіңіздер, ауызша қалай жұмысқа алынады азаматтар? Оны мен ойлап сұраған жоқпын ғой. Мен басшыларым айтты, солардың айтқанынан мен сол жұмысқа қабылдап жатырмын. Автопаркте Қапарұлы ғана заңсыз жұмыс атқарған екен, қалғаны түгел ресми рәсімделген. Қызық, мәселенің мән-жайын анықтау үшін ауызша тапсырма беретін Астана қаласы жолаушылар көлігі басқармасына осыдан бір апта бұрын хат жолдаған едік. Біз ол жайтты қайта қарап шығайық. Жарты жыл өтіп кетті ғой деп ақталды. Елордада адамдарды күнде автобус қағып жатыр ма? Десек те ресми жауап әлі күнге жоқ. Астана қаласының ішкі істер департаменті де тергеудің нақты қалай жүргізілгенін егжей-тегжейлі баяндап бермеді. Тек рақымшылыққа ілікті деп қысқа қайырды. Қапарұлының рақымшылыққа іліккені дұрыс дегенді Астана қаласы Алматы аудандық прокуратурасы да қоштайды. Қылмыстық кодекстің 345 бабының 2 бөлігімен көзделген құқық бұзушылық ол осы көлік құралын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтіруге әкеп соқтыққан дәл осы әрекет онша ауыр емес қылмыстар санатына жатады. Сондықтан да осы анықтау органымен сотқа дейінгі тергеп тексеруді рақымшылық заңы негізінде тоқтату туралы қабылдаған шешімдері заңды болып келеді. Бұл қалай ауыр емес қылмыс? Адам орнынан тұра алмай, кәріп болып қалды емес пе? Не сонда? Адам өлу керек пе? Сорақылық мұнымен бітпейді.
бітпейді. Рақымшылыққа ілінген адамның жәбірленушіге көмектесу міндетті емес екен. Сәуле Рахимбердиева азаматтық негізде сотқа жүгінгеннен кейін ғана материалдық және моральдық шығынын өндіре алады. Адвокат Ерлан Газымжанов осылай дейді. Любой закон, кез келген заң халықтың игілігіне бағытталуы керек. Бұл жағдайда рақымшылық заңы оң ба, әлде теріс пе? Қай жағынан қарағаныңа байланысты. Айыпталушы тарап әрине оңды, заңды деп есептейді. Алайда мемлекет осындай заң арқылы жапа шеккендердің құқығын қорғаудан бас тартқандай болады. Бұл жағдайда заңға өзгеріс енгізу керек. Яғни рақымшылықты тек жәбірленген тараптың талабын орындағандарға ғана жасау керек. Сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу жұмыстары рақымшылыққа негізделе отырып тоқтатылмауы тиіс. Себебі тергеу барысында басқа да жайттар ашылуы мүмкін. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында жарияланған рақымшылық біреуді түрмеден құтқарды. Ал бірін денсаулығынан айырып есеңгіретіп кетті. Есеңгіретті дейміз-ау, тілден қалып, қимылсыз сал болып жатқаны анау. Қаланың қым-қуыт тірлігінде абай болыңыздар. Бет нары қылсын дегенмен біреудің кесірінен жарақат алып жарымжан болып қалсаңыз, заң сіздің жақта болады дегенге сенім аз бүгінде. Сәуленің тағдыры соған дәлел. Айбек Қосан, Тимур Еркетаев, біздің уақыт.